Инсульт деген не? Бұл миға қан баратын тамырдың кенеттен бітеліп қалуы немесе жарылып кетуі. Сол сәтте миға оттегі, кислород жетпей, жасушалар яғни клеткалар өле бастайды. Негізгі себептері: қан қысымының жоғары болуы, гипертония, қан тамырында холестерин жиналып, бітеліп қалуы, атеросклероз, қан диабеті, темекі шегу, алкоголь, артық салмақ, қимылсыз өмір салты, яғни біздің күнделікті өмірдегі әдеттеріміз инсультке тікелей әсер етеді. Белгілерін есте сақтаңыз. Инсульт кенеттен келетін өте қауіпті ауру. Дәрігерлердің айтуынша, инсульттің кілт сөзі внезапный, яғни күтпеген жерден бір қол немесе аяқ жұмыс істемей қалады. Бет бір жағына қисаяды, сөйлей алмайсыз, немесе сөзіңіз түсініксіз болады. Кенет қатты бас ауырады, айналады, көз бұлдырайды. Бұл белгілерді байқасаңыз, уақыт жоғалтпай дереу жедел жәрдем шақыру қажет. Себебі әр минут мидың жасушаларын сақтап қалу үшін маңызды. Көп адам мұндай